боласың, адалдық сені қолдасын, жақсылық үшін тіресең, жаныңды арын қорғасын. Қиындық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқарма, қамқоршы болып кішіге, үлкенді үлгі тұт алға деп берген ата-әжелеріміздің ақ батасымен жақсы жарға жолығып, отбасы құрып, жаңа өмірдің қақпасын ашуға арқау болған. Арқар сүйер жолдасым, отбасындағы көп балалы жанұяның екінші ұлы, отбасылық өміріміздің мәнін, сәнін келтірген 4 перзентіміз бар. Аллаға шүкір. Отбасымыздың тірегі, асыраушысы, қамқоршысы, балаларымның әкесі Сәбит. Мінез құлқы, тәрбиелілігі, ұлы мен қызына үлгі. Отбасымыздың берекелі ынтымағы үшін аянбай еңбек етіп, отбасымыздың негізгі ұстанымын айтып, ұл қыздарын мансапқа емес, мақсатқа ұмтылдырып тәрбиелеуде. Балаларымның әкесі қазіргі таңда жұмыста. Соған байланысты бүгінгі байқауға қатысты өз үндеуін қашықтықтан WhatsApp желісі арқылы жолдап жатыр. Пікіріңіз өте орынды. Осындай отбасымыздың ұстанымын бір-бірімізге әрқашан татулықта болуға, парасаттылықты үлгі тұтып жүруімізге қанат бітіреді. Мен Насихат қызы Сымбат, бастауыш сынып мұғалімі. Өздеріңіз көріп отырғандай, еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгіп жатқанымызды бақытпен бағалайтын педагогпыз. Қызметте өмірге деген құлшыныс, сүйіспеншілік, жаңашылдық, талпынысым шексіз. Өзім сүйген мамандыққа адал болу, ел баласын аманат еткен ата-ананың алғысына ие болу, ұстаздар қауымы үшін үлкен бақыт. Үкіметтің міндетіне деген жауапкершілікті сезіну үшін аянбай тер төгіп, күн сайын жаңашылдыққа бойлап бара жатқан жанбыз. Сондықтан да педагог ретінде айтарым, әр бала толыққанды көңілді отбасында қаланып, қоғам тірегі болып қалануы керек. Ардақты ұстазды ұмытпа, ардақты ұстазым өзіңе Отбасымыз қарапайым. Бос уақытымды балаларыма арнаймын. Ұлым 11 жаста, есімі Сұңғат. Ер жігітке тән мінезбен тәрбиелеуде әкесі жауапты. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам демекші. Тұңғышымыз еңіліп 18 жаста. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласындағы Оспанов атындағы медициналық университетінің студенті. Қызғалдақтарым, қыздарым, қара қызын ақылшым, дара қызым, көмекшім, алтындай асылдарым. Елена биылғы оқу жылының түлегі. Алға қойған мақсат мүдделерінің іске асуына барынша білімін жетілдіруде. Аудандық, облыстық байқаулардың жеңімпазы. Заңгер болу тек әділ адамға жарасады деген ойын өзгерткен емес. Менің кенжесі Сая. Бос уақытта көркем шығармалар мен өлең оқуды күнделікті жұмысына айналдырған. Өзі сүйкімді балақай. Ақ жаңбырды аңсадым, тыныс алар кезімде, тыным таппай шаршадым. Сен сұрама, мен айтпаймын, айтпай қалай таусамын.
отбасының құндылықтары дегеніміз жанұяның жарасымды, толыққанды өмір сүру салты, дәстүрі. Ұрпақ тәрбиесіндегі дәстүрлердің қаймағын бұзбай сақтау, ұлттық қасиетімізді дәріптеу отбасынан басталады. Құрама жиып ел қылған, құрақ қиып тон қылған деген сөз, жанға да жатқа да қамқор болған әйел ананың бір қолымен бесік, бір қолымен әлем тербете алатын ерекше қасиетін сипаттай түспек. Осындай ұлттық болмысымыздың танымын, нанымын, әдет-ғұрыптарымызды жоғалтпай, құндылықты дәріптеп, отбасылық өмірімізде іске асыру қандай ғанибет. Шашпау қыз баланың бойын түзеу ұстауына өте пайдасы зор, және бұл шылдырлаған сайын жүрген кезде сылдырлайды ғой, шылдырлаған кезде жалпы бәле-бәтер жоламайды деген сондай ұғым бар. Сондықтан қыз балаға шашпау жарасады. Қызымыздың шашында өрік болып қалды. Шашпауы өзіне жарасып тұр. Ұрпақ тәрбиесіндегі дәстүрлердің қаймағын бұзбай сақтау, ұлттық қасиеттерімізді дәріптеу отбасынан басталады. Отбасы құндылықтарының негізінде тәрбиелі адам қалыптасады. Тәрбиелі адамның бойынан адалдықты, парасаттылықты және әділдікті анықтауымызға болады. Адалдық адам бойындағы бағалы қасиеттердің бірі. Адалдық әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне байланысты. Адалдық адамның ізгі қасиеттерінің бірі. Ол үшін әрбір адам жақсылық жасауға асығу керек. Сөзі мен ісіне адал болу керек. Білімге құштар болу керек. Парасатты адам парасатты қоғамда қалыптасады. Адалдық, әділдік, ұят деген қасиеттерді бойына сіңіріп өседі. Бұл бейне түсірілім жалқау, пайдакүнемшілікке салынған адамдарға қарап, өзінің болмысын парасатты адам қылып тәрбиелеуіне мол мүмкіндік береді. Тастамаған еді. Ал енді мен қанша жүздеген тұтанып сен бармен киіп алдың. Ойласаңшы, осы жерді тасталатын жаның дайындар емес пе? Ендігі жолы дәл осылай қайталаушы болма. Қанекей мұсыларды өздеріне салсаң. Енді бұлай қатеңді бұлай ұстауға болмайтын білдің бе? Түсінің бе? Достық та, адалдық та ата-анаға жәрдемші болса, арам жолмен емес, адалдық жолымен табысқа жетуді ойлауымыз керек. Ең бастысы, өз қателіктерімізді түсініп, әр күнде бір жақсылық жасауды алға мақсат қылып қойсақ, нар үстінен нар болар еді. Не балдар? Адал дос дегеніміз өтірік айтпайтын, шындықты үнемі жақтап жүретін, досын ешқашанда ұятқа қалдырмайтын, барлық уақытта қол ұшын беретін нағыз жолдасты айтамыз. Олай болса, осындай адал дос болыңыздар. Осындай адал достық қалыптасу үшін әрдайым сіздер әдепті, сыпайы болуға, алдыңыздағы кезіккен адамдармен амандасуды, кешірім сұрауды, өтінемі деген жылы сөздерді үнемі айтып үйренулеріңіз керек. Олай болса болса, адалдық деген бұл адамдықтың белгісі екен. Сондықтан да адал болыңыздар, адал дос болыңыздар, адал адам болыңыздар деген.
Балбул жайнап жаным жүрші қасымда, Кейде ұлдарымыз өрескен бақыт қыздарымыз сыйлап неге әкепсіз деп таңым, ренжитін кездер сендей көп болып асылға тұрады. махаббатың Ұрпақ тәрбиесіндегі адал болса егер, жан сырыңды ұлттық қасиеттерімізді менен дәріптеуіміз керек. жасырма. Осының барлығы Армандарға алыс бірге ұлттық салтымызда жетер, сақталған асыл жоққа сабыр барға шүкір етер. бұл ойын түрлері арқылы Хақ балалар жетілетін жүрек парыз еткен адалдықтың туын соның бірі бесқас ойыны, ләңгі тебу ойындары. Бүгінгі таңда үйде, мектепте осы ұлттық ойын кеткен түрлерінің күндерге насихатталуда. жүріп өткен кеше екеуміз бірге